Үйіңізде береке болған қалайсыз ба? Онда осы мен айтқан әдістерді орындаңыз. Ассаламу алейкум, алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Ең бірінші тахаджуд намазын күніге оқуға тырысыңыз. Күніге әрекетсізден берекет Алладан. Тахаджуд намазын таңғы намазға 1-2 сағат 3 сағат қалғанда тұрып оқуға болады. Және оңай лайфхак, таңғы намазға 1 сағат уақыт қалған кезде тұрасыз. Мысалға таң намаз 6-та кірсе 5-те тұрасыз. Және де дәретіңізді алып, тахаджуд намазын 2 рәкат сүннатын оқып аласыз, ниет етіп. Және де тахаджуд намазынан кейін әуелі Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауат айтып, мысалға, Я Рахман, Я Рахим, Я Рахман, Я Рахим. Аллах Тағала мейірімді, Алланың мейірімі шексіз. Аллахума солли аля саййидина Мұхаммад. Салават. Осыны 3-3-тен айтып, одан кейін толық сізге не керек Алладан, соның барлығын дұға қылып сұрайсыз. Және де ұмытпаңыз, о дүниелік болған мұсылмандарға да дұға қылуды ұмытпаңыз. Одан кейін Аллаға мақтау, пайғамбарға салауат айтып барып, амин дейміз. Содан кейін Алланың 99 көркем есімін бір қайталап шығыңыз. Егер де ар жағында таң намазы сізде уақыт қалса, онда истигфар, салауат дұғаларыңызды айтсаңыз болады. Енді таң намазы кірді. Таң намазын оқып аламыз. Таң намазын оқып болғаннан кейін 2 жаққа сәлем беріп, аятул курсиімізді, тәсбihімізді тартып болғаннан кейін Құрандағы 36 сүре болған 83 аяттық Ясин сүресін оқып аламыз. Толығымен. Егер де сіздерге 83 аят бірден оқуға қиындық тудыратын болса, онда 40 аяттан 2 күнге бөліп оқысаңыз болады. Негізінде 83 аятты бірден оқығаныңыз өзіңізге жақсы болады. Және де Ясин сүресін біз Құран кітаптардан, приложениялардан қағаз қылып шығарып аламыз, немесе жазып аламыз. Құран кітапты мешіттегі діни дүкендерден сұрасақ болады. Транскрипциясын оқимыз. Егер де сіз Құранға түспеген болсаңыз, транскрипциясын оқыңыз, бірақ есте сақтаймыз. Транскрипцияда қате өте көп. Алладан кешірім сұрап барып оқимыз. Себебі транскрипцияда біз Құранды қате оқимыз. Аллах Тағала мені кешіре көр. Мен қате қылып оқып жатырмын. Тілімді үйретейінші, және де сенің кәламың болған Құранға түсіп, қари болуымды нәсіп етші деп соған ұмтылуға әрекет жасаңыз. Және де Ясин сүресін оқып болғаннан кейін, 2 жаққа сәлем беріп болғаннан кейін, ұмытпай, Ясин сүресін күніге азанда оқыған кезде, міндетті түрде оқып болғаннан кейін, осы өмірден өткен альхамдулилля мұсылмандардың әруақтарының барлығын атын атап тұрып, өзіңіздің ата-бабаларыңыздың барлығын аттарын атап тұрып, бағыштауды үйреніңіз. Обязательно Ясин сүресін о дүниелік болғандардың барлығына бағыштаңыз. Егер де истигфар, салауат дұғаларыңызды үлгермесеңіз, содан кейін айтып оқысаңыз болады. Аятул курсиді күніне 10 мәрте оқу. 10 мәрте. Азанда ұйқыдан тұрғанда 3 рет, дәретпен, кешке дейін, жатарға дейін 4 рет оқыңыз. Жатар кезінде 3 рет дәретпен оқимыз. Білесіздер, аятул курсиді оқыған адамға Аллах Тағала періште жібереді. Сіз Алланың қорғанында боласыз. Сізге ешқандай бәле-бәлекет жоламайды. Және де жатар кезіңізде Мүлк сүресін, Құрандағы 67-ші сүре болған 30 аяттық Табарак сүресі, Мүлк сүресін, қабір азабынан сақтайтын сүресін жатар кезінде құптан намазын оқып болғаннан кейін 2 жаққа сәлем беріп, аятул курсиді, тәсбihімізді тартып болғаннан кейін барып, осы Мүлк сүресін оқып кітаптан, немесе телефоннан да болады, дұғамызды қылып, күнделікті осы нәрселерді істейік. Егер де осы әдістерді сіз күніге тоқтамай істейтін болсаңыз, өзіңізде, жүрегіңізде, мінезіңізде, үйіңізде, адамдар арасында барлық жағынан 100% береке болады.